үстінде жыны жоқ, ұсқыны келіссіз құстың жаманы осы екен деп қырғауылды атып алады. Енді адамның жаманын таба алмай, қырық уәзір келе жатса, таудың етегінде, үстінде жыртық тоны, басында тері тымағы бар бір адам 5-10 қойды бағып жүр екен. Уәзірлер, адамның жаманы сірә осы болар-ау деп тұрғанда, әлгі адам: «Уа мырзалар, жол болсын» дейді. Уәзірлер ханның сондай бір жұмысқа жұмсағанын, шөптің, құстың жаманын тауып, ал адамның жаманын таба алмай жүргендерін айтады. Жаман тұрып: «Түсінікті, адамның жаманы керек болса мен боламын» дейді. «Олай болса жарайды» деп жаманды аттарына мінгестіріп алып ханға жөнеледі. Ханға келе жатып жаман: «Адамның жаманын тауып алдыңыздар, бірақ шөптің жаманы мен құстың жаманын таба алмаған екенсіңдер. Шөптің жаманы қара қоға, құстың жаманы сауысқан еді» деп уәзірлерге қырғауыл мен шеңгелді тастатып, олардың орнына қара қоға мен сауысқанды алдырады. Уәзірлер мұның мәнісін сұрап деп еді. «Хан алдында айтамын» деп жаман айтпайды. Уәзірлер келген соң хан әкелген адамға қарап: «Әкелген адамдарын жарайды, әзірше ашпазшыға барыңдар, көже мен нан берсін, сыйласын, ертең ортаға алып тамаша етеміз» деп жаманды ас үйге жібертеді. «Бірақ» дейді хан, «құстың жаманы мен шөптің жаманын таба алмаған екенсіңдер. Құстың жаманы қырғауыл, шөптің жаманы шеңгел еді. Осыны біле тұра бұларды әкелулерінің не жөні бар еді» деп хан уәзірлерге ашулана бастайды. Сонда уәзірлер: «Тақсыр, айтқаныңыз дұрыс. Біз шөп жаманы деп шеңгелді, құс жаманы деп қырғауылды алып едік. Бірақ жолшыбай әлгі жаман, шөптің жаманы қара қоға, құстың жаманы сауысқан деп бізге оларды тастатып қара қоға мен сауысқанды алдырды» деп жауап береді. Хан сәл тоқтап: «Жаманның не білгені бар екен? Шөптің жаманы қара қоға, құстың жаманы сауысқан екенін қайдан біледі? Алып келіңдер, сұрайық» деп бұйырады. Жаманды ханға алып келеді. Хан жаманның бетіне қарап: «Мен құстың жаманы қырғауыл, шөптің жаманы шеңгел деп ойлаушы едім. Сен оларды уәзірлерге тастатыпсың. Сен шөптің жаманы қара қоға, құстың жаманы сауысқан екенін қайдан білдің?» дейді. «Тақсыр хан, 50 жасқа келіп жаман болған жоқпын. Жасымнан-ақ жаман едім. Өмірім отын су тасумен, кісі есігінде құлшылықта өтті. Сол уақытта шеңгелді әкеліп отқа жақсам, кешке жаққан отым ертеңіне дейін жексеуілдің шоғындай жайнап жататын еді. Сол уақытта киім жыртып, мал жемейтін шеңгел отын болып пайдаға асады екен-ау деп ойлаған едім. Ал енді қара қоғаны алып отқа жақсам, жанбайтын еді. Үрсем жалыны мен шоғы бірге сөніп, күлі бұрқырап үйдің ішін алып кететін еді. Отқа жанбаған соң апарып малға салсам, барлық мал мұрнын шүйіріп жемейтін. Содан соң қара қоға тіпті пайдаға аспайтын шөп қой деп ойлаушы едім. Қара қоғаның жамандығын содан білдім» дейді жаман. «Сауысқанның жаман екенін қайдан білдің?» дейді хан. «Қырғауылдың қанаты бар да, жүні жоқ болса да, адамның пайдасына жарайтын құс еді. Біреудің сиықсыз болуы оның жаратылысынан, қырғауылдың айыбы тек сиықсыздығы, ал сауысқанның жүні ала болғаны сияқты өзі де ала, бірлігі жоқ. Екеуі бірігіп ұшпаған, екеуі бірігіп қонбаған, адам пайдасына аспайтын құс еді. Сондықтан құс жаманы сауысқан деп ойлаймын» дейді жаман. Сауысқан мен
өзеннен әрі-бері өтті де қайтып келіп, тақсыр тұлпарынан басқа мін таба алмадым. Тұлпарыңыз тек сиырға шатыс екен дейді. Апыр-ай, оны қайдан білдің? Айтқаның рас. Менің Ақшахан деген құдам бар еді. Соның тұлпар табатын бір биесін қалап алдырғанмын. Бие күні жетіп, құлынды туа алмай өлер болған соң, бие өлсе өлсін, құлын қалсын деп ішін жарып құлынды алғанмын. Сол құлын осы еді, әбден шөп жейтіндей болғанша сиырдың сүтімен асырап едім. Ал енді сен мұның сиырға шатыс екенін қайдан білдің дейді хан таңданып. Тұлпарыңыз судан әрі-бері өткенде аузын суға малып, артқы аяғын сілкіп өтті. Сиыр күніне 40 суарсанды судан айдағанда, аузын суға малмай, артқы аяғын сілкімей өтпеуші еді. Тұлпардың сиырға шатыс екенін содан білдім дейді. Жұрт таң қалып бір-біріне қарасады. Хан біраз ойланып отырып: енді менің бір гауһар тасым бар. Ол тастың Сүлейменнің жүзігіндей, Мұсаның асасындай, Дәуіттің қоржынындай қасиеті бар. Сол тасымның қандай қасиеті бар екенін тап деп қазынасындағы тасты алдырып берді. Жаман тасты алып, салмақтап, байқап қарап отырды да: сіздің тасыңыз рас қасиетті тас екен. Бірақ 2 жылдан соң қасиеті бітеді. Тастың ішінде 2 ақ қарабас құрт бар. Тасыңыздың пышақ сыртындай ғана қалыңдығы қалыпты. Сол құрт 2 жылдан соң тесіп шығады. Тесіп шыққан соң тасыңыз пайдаға аспайды дейді. Жұрт не дерін білмей бірсыпырасы: бәрібір 2 жылдан соң пайдаға аспайтын болса тасты жаралық депті. Бірсыпырасы: жаманның сөзіне бола, тастан айырылмайық депті. Ақырында тасты жармақшы болады. Тасты жарып қараса, ішін 2 ақ қарабас құрт кеулеп, тесуге жақындап қалған екен. Тастың ішінде құрт бар екенін қайдан білдің дейді хан. Тастың қасиетіндей салмағы да болу керек. Тас жеңілденген екен, құрт бар екенін содан білдім деп жауап береді. Апырмай, сен жаман болмадың ғой. Қайта сен бір данышпан болып жүрме. Ал сен менің өзімді сынашы. Мен неше адамнан бері хан екенмін дейді хан. Жаман сәл ойланып: жақсы деп тақта отырған ханның алды-артына шығып, алдына келіп ханның бетіне тіке қарап тұрып: тақсыр ханым, ақыл ойын ешкімнен кем емес, бірақ хандық қара басында қарадан туып хан болғансыз. Атанда хандық жоқ дейді. Жаман сөзін бітірмей, хан сөзін бөліп: жоқ, қате айтасың, мен 7 адамнан бері ханмын. Өзімді қойғанда да 6 адамды қайда жібересің деп секіреді. Жаман саспайды: жоқ тақсыр, сіздің қара басыңыздан басқа тегіңізде хандық жоқ. Сіз нағыз наубайдың баласысыз дейді. Хан не дерін білмей халыққа қарап: апырым-ау, мына жаман не дейді? Халқым, мен хан баласымын деп жүредім, шақырыңдар анамды дейді. Ол о дүниеге біреудің қанын жүктеп барып, Тәңірі алдында қара бет болмасын, не де болса шынын айтсын, әйтпесе ашумен мына жаманның басын кесемін дейді. Шешесі келген соң хан шешесіне жаманның сөзін айтады. Шешесі терең күрсініп сөзін бастайды: е шырағым, жасым 80-ге келгенде біреудің қанын жүктеп не қылайын? Бір сыр бар еді, оны Тәңірдің өзі және мен ғана білетін едім. Мынау жаманын да біліпті. Енді айтайын, атан сенің зәрлі хан еді. Менен бұрын 19 әйел алып, кілең қыз тапқаны үшін бәрінің де ішін жарып өлтірген екен. Сол үшін де зәрлі хан деп халық ат қойыпты. 20-шы әйел етіп мені алды. Мен де 2 қабат болған соң жалғыз жанымнан қорқып тәуіптерге қаратып едім. Сенің ішіндегі де қыз деді. Қыз тапсам мені де өлтіреді ғой деп қайғырдым.
қазір 35-те. Бұған дейін ешкім ақылы артып оған күйеу бола алған жоқ. Бәрі де барып қызға жауап қайтара алмай қайтып кетеді. Ол жиын қызды жеңіп аламыз деп жүрген бай мырзалардың жиыны дейді. Жаман, мен де барып көрсем қайтеді деп ойлап кешке жұрт орынға отырған соң жайлап қыздың үйіне барады. Есікті қағып еді, бір әсем келіншек шығып, не жұмысыңыз бар деп сұрайды. Менің жұмысым сенде емес, қызда. Бар, қызға айт дейді. Келіншек күліп қызға барып, Бикеш-ау, күйеу таңдаймын деп сенде жұртты басындырып болдың-ау. Адам көргісіз бір жаман кісі сенде жұмысым бар дейді. Сенен ол да дәме етіп келген білем, деп қалжыңдайды қыз. Ол түрге жаман болғанмен қандай кісі екенін қайдан білесің? Мынаны алып барып бер деп жеңгесіне гауһар, пышақ, тәрелке және қайрақ тас беріп жібереді. Жеңгесі ол заттарды апарып берген соң жаман қолына бұл заттарды алып қарап тұрады да, бар, мұның құралын әкел дейді. Ойбай, әлгі жаманын мұның құралын әкел дейді деп жеңгесі қызға қайтып барады. Қыз жарайды деп жеңгесіне балға мен төс береді. Жаман балға мен төсті алған соң қайрақты төске қойып балға мен ортасынан бөледі. Тәрелкені уатады, пышақты ортасынан сындырады, гауһар тасты қақ жарады. Мә, Бикешке алып бар деп келіншектің қолына береді. Сынған заттарды көрген соң қыз орнынан ұшып тұрып, сол адам шайтан болмай, адам болса менің тап баратын кісім осы, шақырмында дейді. Жеңгесі не дерін білмей, жаманды шақырып келеді. Қыз оны құрметтеп қарсы алады. Бұрында талай бай балалары, хан балалары келеді екен. Бәріне де қыз манағы заттарды береді екен. Бәрі де менің үйімде пышағым жоқ па, болмаса қазынамда гауһар тасым жоқ па, әлде қайрақ таба алмай жүрмін бе деп ашуланып қайтып кетеді екен. Тап сол күні қыздың ағалары ақылдасып, бұл қалай болды? Осы қыз 35-ке келді, күйеу таңдап, әлі біреуге тиген жоқ, сірә оның басқа бір сүйгені бар шығар. Ондай адамы болса ұстап алайық деп қарауыл қойыпты. Таң атқан соң жаман қыздың үйінен шығып бара жатса, қарауылшылар оны ұстап байдың балаларының қолына апарып береді. Бай балалары жаманды тіртіктетіп ханға апарып, мына уәзірді ұстап алдық, бізді келмей жатып басынды дейді. Хан жаманды оңаша алып сұрайды. Қыздың үйіне бардың ба? Жоқ, мыналар ұстап алдық дейді ғой. Олар өтірік айтып бәле жауып жүр, мені даладан ұстап алды. Мен сенің ақылыңды сыйлап, астымдағы тағымды да беріп едім. Тақты өзін алмаған соң ең жақын уәзірім қылып едім. Әлі маған олардан қымбат емес. Шынында айт, қызды алып берем, дейді хан. Жаман бірақ шынын айтпайды. Хан ашуланып жендеттерге жаманды тарғасуға әмір қылды. Жендеттер хан бұйырған соң жаманды тарға барып мойнына тұзақ салып, тардың жібін тартып жоғары көтерді. Жаман иманын айтып, қырылдап, енді демі бітуге айналғанда көпті жарып, ақ босатты, ақ киімді бетіне берде шапқан бір кісі келіп, қылышпен тардың жібін кесіп жібереді де, сұлап жатқан жаманның көкірегіне қылышын көлденең тастап, жайына кетеді. Жаман біраз қырылдап жатып, есін жиған соң, жендеттер тақты тарғасайын деп әрекеттенгенде, мені енді ханға барыңдар деп өтінеді. Жендеттер оны қайтып ханға әкеледі. Сол кезде хан: бұл кезге деген неге өлтірмедіңдер, менің бұйрығымды екі еттіңдер ме деп ақырады. Жендеттер тұрып оқиғаны айтып береді. Егер ас десе, әлде де дарға асуға әзір екен
уәде беріп беріп едім, ендеше маған неге айтпадың дейді хан. Тақсыр: мана айтпаған себебі мынау еді. Мен барып Уәлібайдың қызына сырттан хабарласқанда, ол маған бір дәлелге бір қайрақ, бір пышақ, бір гауһар тас беріп жіберді. Ол оның қайрақтай болып езілгенше, дәлелгедей болып уатылғанша, пышақтай болып басы кесілгенше сыр айтпайтын кісі мына гауһар тастай жарып мені алады дегені еді. Сол сырды пышақтай болып басым кесілгенше айтпаспын деп пышақты жетесінен сындырып, қайрақтай езілгенше деп қайрақты уатып, дәрілгедей уатылғанша деп дәрілгені қиратып, гауһар тастай жарып сені алам деп гауһар тасты қақ бөліп уәде беріп едім. Сол себепті мана шынымды айтпап едім. Өмірде осындай квест болса. Қыздың өзі мені аяп ақ боз атқа мініп, бетіне перде жауып келіп, тардың жібін қиып көкірегіме көлденең қылыш тастап кеткені. Мен үшін кінәсіз өлмей ерлігіңді көрдім, қылыш үстінде серт жүрмейді деуші еді, антыңды қайтып ал дегені еді. Өзі рұқсат берген соң шынымды айтып отырмын дейді. Жаман сөзін аяқтап, хан жаманның сөзінің шындығына көзі жетіп, ел жинап 30 күн ойын, 40 күн тойын қалып, қызды жаманға алып береді. Жаман тапқырлығымен ханға шағып, екеуі дос болады. Араларына рек салат қазір бір. Содан бір күні 40 уәзір кеңесіп отырып, бұл жаман біздің жаман кісі істегенде ат артына мінгестіріп алып келген жаманымыз еді. Бұл күндерде хан оны өзіне жақсы дос қылды, қыз әперді, бізді есепке алмай тастады. Қой, бүйтіп болмас. Біз бұл екеуін арыздастырайық, жаманның әйелін мақтайық, үйіне қонаққа апарып көрсетейік, сөйтіп екеуінің арасына от жағайық деседі. Уәделері бойынша жаманның әйелін ханға мақтайды. Тақсыр шынында ол әйел сізге лайық әйел деп ханды азғырады. Хан жаманның үйіне барып, өз көзімен әйелді, оның тәрбиесін көрген соң, шынында маған лайық әйел екен деп ойлап, үйге қайтып келіп 40 уәзірмен кеңеседі. Ойда жоқта ойға салған сендер едіңдер. Енді әйелді алуға маған қандай айла тауып бересіңдер дейді. Уәзірлер кеңесіп, жақсы тақсыр, жаманды шақыр, біз оны барса келмеске жұмсайық. Сонда ол өлер, ол өлген соң жесір әйелді сіз оңай аласыз дейді. Жаманды шақыруға хан бір жігіт жібереді. Жіберген жігітті барып үйден сығалап қараса, төрде төсек үстінде жаман жатыр. Әйелі төрдегі шарайнаға қарап, өз көркіне өзі таңғалып, жаманға сөйлейді. Мен осы тәңірдің ісіне таң қаламын, әркімді өзінің қатарына қосса еді, арасы жер мен көктей адамдарды біріне бірін қосып қойған тәңірдің құдіреті күшті-ау деймін. Өзіме қарасам, 14-інде туған ай сияқтымын, саған қарасам, су біткен көлдей, қарамай біткен шелектейсің дейді. Жаман басын көтеріп алып, жоқ, олай емес, адам адамыз пейіштен қуылып шығып бара жатқанда тәңірі: адам пейіш сенің үшін жаратылып еді, шайтанның азғыруымен шығып барасын, енді пейіштен қалағаныңды алып кет деген екен. Сонда адам: тәңірі сенің қандай затының қадірлі екенін қайдан
келмеске жұмсарын көптен-ақ сезгенмін. Риза бол, бірақ жолға жұлқынған жүйрік жылжыған жорға мінбе. Жылқыдағы ең семіздімін, 40 уәзір сені 3 күншілік жерге шығарып салар. Олардың қарасы үзілген соң, сен де қайта орман ішіне апарып атынды сойда, етін алып кел, соны қорек қылып жата береміз дейді. Жаман ханға келген соң, хан сөз бастайды. Мен сені бір ұзақ сапарға жұмсағанда, сенің ерлігінен үміт етпеймін, ақылынан үміт етемін, барсан айтамын дейді. Жақсы, барайын деп жаман ризалығын көрсетеді. Барса келмес дейтін жерде үнжулі қой дейтін қой бар деп айтады. Бір түгі алтын, бір түгі күміс сойса, терісі бір адамға тон дейді. Соның терісін үстіме кигім келеді. Үнжулі үйрек деген үйрек бар, қанаты күміс, басқа жері алтын дейді. Соны тәш қылып кигім келеді. Дәудің үнжулі қара арғымағы бар, бір шапқанда 100 шақырым шабады дейді. Соны мінгім келеді. Міне осы жұмыстарға барасын деп жаманды хан кілең өтірікке жұмсайды. Жаман ханның жылқысынан бір семіз ат таңдап мініп жолға шығады. 40 уәзір 3 күншілік жерге шығарып салып қайтады. Уәзірлердің артынша жаманды кейін қайтып Қаратоғай дейтін орманға апарып, атын сойып, үйінен көлік әкеліп, етті тасып, тұстап алады. Төсегінің астынан адам бойындай жер қазып, төсегінің күндіз сонда, түнде әйелінің қасында жата береді. Ай өтеді, жыл өтеді. Бір күні жаманның үйіне, жеңгесіне көңіл айтуға хан келеді. Қонақ асы жеп болған соң, хан сөз бастап: адамның, шөптің, құстың жаманын әкел дегенде, уәзірлерімнің алып келген жаманы еді. Жаман болса да, ақылына риза болып тағамды да беріп едім. Ақылының арқасында сені де алып еді. Сол ақылынан үміт етіп, бір жұмысқа жұмсай қойып едім. Келер уақыты өтіп кетті. Құдайдың әмірі болды ма деймін, сені қор қылып жалғыз тастамаспын. Аға өлсе жеңге мұра деген қолыма алып бағармын деп үгіт айтады. Әйел: Құдайдың әмірі болса не шара? Ол келгенше сенің қолында бір қадірлі тас бар еді. Соның тілімен сен оны жарып едің. Жарылған соң ол тас пайдаға аспады ғой. Сол секілді әр заттың пайдалы уақыты бар ғой. Кешегі қыз күнімде болса бір сәрі, енді мен сол жарылған тас сияқтымын. Саған қызмет етіп жаға алмаспын, әуре болма дейді. Хан әйелден жеңіліп үйіне қайтады. Хан шығып кеткен соң, қатын байын шақырып алып, бар, енді ханның жауабын өзім бер деп қоя береді. Хан да барып тағына отырады. Жаман да сәлем беріп кіріп барады. Хан сасып қалып: уа, қашан келіп қалдың? Ал енді әңгіменді айта бер дейді. Жаман тұрып: әңгіме ұзақ емес. Уәзірлер шығарып салған соң, бір аш арыстан соңымнан қалмады. Мен барса келмеске барып жауды мұқатқанша, мына жауды мұқатайын деп қылышымды суырып алып қуып кеттім. Өз ауылыма апарып қамап едім, онан шығып кетті. Осы сіздің ордаға кірді ме деп отырмын дейді. Хан не дерін білмейді. Бір қызарады, бір босарады, жерге кіріп кеткендей болады. Ақырында: мен айыптымын, менде бір қате болды, шайтанның азғырғанына ердім. Оған себеп мына уәзірлер. Бұлар енді я саған, я маған бір қатер қылар. Сен енді іргеңді көтер, бөтен елге көш дейді. Жаман риза болып көшетін болады. Хан бірнеше түйеге жасау жасатып, асыл зат аттырып, жаманды Ақшаханның еліне көшіріп салады. Жаман Ақшаханның елінде қадірлі адам болып тұра береді. Күдер өтеді, бірақ ханның көкейінен жаманның сөзі кетпей, шалқасынан шаңыраққа қарап ойланып жатыр еді. 40 уәзір кіріп келеді. Хан басын көтеріп: жау шапты, ел бүлінді, апат соқты. Осыны ойлап табыңдар, болмаса жазалаймын.
уәзірлер ақылдасып өздері таба алмайтын болған соң жаманды іздеп тауып оған ханның айтқанын айтады. Жаман қырық уәзірді құрмет етіп болған соң, жақсы, мен жауабын берейін. Хан мені ойлап қапаланып жатқан шығар, қай-қайдағы есіне түскен шығар. Сендерге де өкпесі болса керек. Сөйтіп жатқанда ханның ордасының күлдіреуішінің бір басы шыққан болар. Жаман болса, осыған бір нәрсе айтар еді, сынайын деп сендерге айтқан ғой. Барып күлдіреуішінің басын салып берсеңдер, ханның қызметі тамам болады деп кеңес береді. Уәзірлер ханға келіп, тақсыр, мына бір күлдіреуішіңіздің бас жағы шығып кеткен екен, соны салып берейік деп рұқсат сұрайды. Хан рұқсат берген соң күлдіреуішінің басын салып береді. Хан күліп, мұны кім үйретті сендерге деп сұрайды. Уәзірлер шынын айтады. Хан уәзірлеріне ол жаман болса да, қысылғанда айла табатын ақылды данышпан еді, әркімнің пайдасына жарайтын еді. Сендер күндеп ақырында екеумізді айырдыңдар. Егер де ол сендерге ақыл таппаса, сендер өлетін едіңдер. Біреуге ор қазба, өзің түсерсің деген мақал бар дейді. 40 уәзір ханға шығамыз деп ханның көңілін аулап күнде ойын той жасап жатса да, ханның көңілі көншімейді, жаманды сағынады. Бәрі де жамандай бола алмайды. Бір күні хан ерігіп уәзірлерімен аңға шығады. Аң іздеп келе жатып таудың етегінде қой жайып жүрген бір шалға ұшырап, сәлем беріп: «Уа ата, мына таудың басын қырау шалғалы неше жыл болды?» деп сұрайды. «Бір 20 жыл болған шығар» дейді шал. «Бұл таудың етегін қырау шалғалы неше жыл болды?» деп сұрайды. 15 жыл болды дейді шал. «Бұл таудың басынан бұлақ аққалы неше жыл болды?» деп сұрайды хан. «Оған да бір 10 жыл болған шығар» дейді шал. Хан ойланып тұрып тағы да: «Ата, өзіңіз нешеусіз?» дейді. «Ой, шырағым-ай, жатқанда екеумін, тұрғанда төртеумін. Баба, менің 40 асыранды қасым бар. Соны білдірмей, жүнін жұлып, күйдірмей пістіріп, қан шығармай сойып беретін кісі бар ма?» деп сұрайды хан. Сонда шал: «Адамына тап болсан, айтқанынан да артық етер» дейді. Хан шалдың сөзіне қанағат етіп, атының басын бұрып үйіне қайтады. Хан үйіне келген соң уәзірлеріне: «Мен не дедім, шал не деді? Соны айырыңдар, оны айыруға бір ай уақыт беремін. Айыра алмасаңдар 40-ында өлесіңдер» дейді. Уәзірлер сасып, өздері таба алмайтын болған соң, бәрі де баяғы жаманға барып ханның айтқанын айтады. Сонда жаман: «Бұл оңай жұмыс емес, бастарын өлімге байланған екен. Жақсы, енді болмас, тағы да бір амал табайын. Сендер бір ат қалдырып, басқа аттарыңды сойыңдар, киімдеріңді өртеп, сонымен бір аттың етін пісіріңдер. Мен мына қалған атқа мініп сендерді ханға жалаңаш айдап барам. Егер де сендер арланып қастық етпейтін болсаңдар, мен сендерді хан алдында құтқарып алам» дейді. Уәзірлер бір ауыздан: «Ойбай, тақсыр, арланбаймыз, жанымыз қалса болады. Ханымыз бізге мықты өкпелеп жүр» деп риза болып, сол жерде 39 атты сойып, бір атты қалдырып, сойған аттардың біреуінің етін өздерінің киімін жағып пісіріп, етін жеп алады. Аттар далада жатқандай соя береді мағыр. Етті жеп болған соң, сомай қалдырған ала-шолақ атқа жаман мінеді. Қолына құрық алып, жылан аяқ, жалаң бас уәзірлерді аңғайтып жөнеледі. Жаман келе жатыр дегенді естіп, хан 40 жігіт ертіп жібек кілем, жібек шатыр алып, түстік жерден алдынан шығып, жаманды жер бастырмай құрметтеп жібек кілемге түсіріп алады. Хан уәзірлерді ұмытып кетеді. 30 күн ойын
басынан бұлақ аққалы неше жыл болды дегені, көзінен жас аққалы неше жыл болды дегені еді. Шал оған да бір 10 жыл болды деді. Ханның ата өзі нешеусің дегені, үйінде неше жаным бар дегені еді. Шалдың жатқанда екеуміз, тұрғанда төртеуміз дегені, менің бұрынғы әйелім өліп еді. Қазіргі әйелімнің байы өлген. Түнде жатқанда екеу болған, мен күндіз қойда жүргенде мен өлген әйелімді сағынам. Қазір әйелім үйде отыр, өзінің өлген ерін ойлайды дегені еді. Жатқанда екеу, тұрғанда төртеуміз дегені сол еді. Ханның 40 асыранды қасым бар, соны қан шығармай сойып, білдірмей жуып, күйдірмей пісіріп беретін кісі бар ма дегені, менің ақылсыз 40 уәзірім бар, соларды ұрмай соқпай жөнге салып беретін кісі бар ма дегені еді. Шалдың адамына тап болсан айтқанынан асырар дегені, оның шешуін маған жолдағаны еді. Сендер мені істеп барған соң үстеріндегі киімдеріңді алып отқа жаққаным, білдірмей жұлғаным, күйдірмей пісіргенім, сендерді алдыма салып жалана жаяу айдап ханға келгенім, қан шығармай сойғаным еді. Ал енді осымен ханның жұмысы біткен шығар деп жаман сөзін аяқтады. Хан сон уәзірлерімнің күнәсін кешірдім. Неше рет екеуміздің арамызға от салып, қоныс аударып, көшіп кетуге себеп болып еді. Сонысына ызаланып, өздері әбден жеңілсін, кінәларын мойнына алсын деп едім. Менің тілегім орындалды. Ал халық, мен де біраз хан болып қызық көрдім. Ендігі хандығымды мынау досыма берем. Сіз де енді тартынбаңыз, таққа сіз мінуге уақыт жетті. Қалған өмірде сізге қызмет етіп, сіздің хан болған қызығыңызды көрейін деп жаманды қолтықтап әкеліп хан тағына отырғызды. Елі 30 күн ойын, 40 күн тойын қылып, жаманды ақ киізге салып хан көтерді. Жаман таққа мінген соң ешбір соғыссыз 5 хандықтың қонысын біріктіріп, ел арасында достық орнатыпты дейді. Әр ханның адамдары өз елінен әділдік таппаса, бұған келіп қосыла беріпті. Сол уақыттан бастап әділдігі үшін 5 ханның елі жаманға Аяз би деп ат қойып, сол аты өле-өлгенше қалды дейді. Аяз би әділ болды, тура билік етті, кедейлерге қарасты, баяғы өзінің жыртық тоны мен жаман тымағын ордасының маңдайшасына шегелеп қойды. Кедей хандықпен көңілі ауытқып, тура жолдан таяйын десе, шегелеулі тоны мен тымағына қарап, ай, Аяз баймын деп аспа, ханмын деп таспа, Аяз әлінді біл, құмырсқа